Шыжған аптапта көпшілік тау мен тастың арасын емес, судың сағасын жайлайтыны белгілі. Ал судан саяз дегендер одан қауіп барын ескере бермейді. Жылдың басынан бері Жамбылда 2 адам тілсіз жаудың құрбаны болған. Ал биылғы шомылу маусымына төтеншеліктер қаншалықты дайын? Тілші материалында. Өткен жылы өңірде 18 адам суға батып, тіл тартпай кеткен. Оның 3-і облыс орталығының тұрғындары. Өкініштісі сол, су жұтқандардың басым бөлігі балалар. Мамандардың сөзінше, қайғылы жағдайлардың орын алуының басты себебі жабдықталмаған және тыйым салынған орындарда шомылу. Қайғылы оқиғаларын болдырмау мақсатында күнделікті 2021 жылдың 14 мамырынан бастап жергілікті полиция қызметімен, жергілікті атқарушы органдармен, одан басқа волонтерлармен бірлесе отырып, күнделікті рейдтер жүргізуде. Ол рейд жүргізу кезінде қала тұрғындарына жаднамалар таратып, түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Света Қамбарбекова көп балалы ана. Ол 5 перзентінің өмірі үшін алаңдайды. Жұмыста жүргенде балаларым достарымен суға түсуге кетіп қалама деп алаңдаймын дейді қала тұрғыны. Басқа ата-аналарды да балаларына бас көз болуға шақырды. Әркім өз баласына еге болса, балаларымыздың амандығы, бәріміздің бүкіл Қазақстанымыздың несі қауіптілігі. Сол балаларыңызға еге болыңыздар, шомылмайтын жерге жібермеңіздер. Осындай шаралар бола берсін. Шара өткізіп жатқан мамандарға рахмет. Алғысымыз шексіз, осындай жиі шаралар өте берсін. Қазір төтеншеліктер жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп 25 рейдтік іс-шара өткізуді жоспарлап отыр. Бүгінде оқыс оқиғаның алдын алу шаралары аудандарда басталып кетті. Мәселен, Меркі ауданының әкімдігі ата-аналар мен балаларға ескерту қағаздарын таратып, суға түспеу туралы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аружан Задабек, Самғат Қойшыман, Аңсар Тілепбергенов, Тараз 24.